Әлемдік деңгейде мәртебесі биік діни мереке саналатын Құрбан айт барша мұсылман қауымына ортақ ұлық мейрам. Құрбан араб тілінде жақындау дегенді білдіреді. Яғни жасаған сауап істері арқылы жүректі тазартып, Аллаға жақындай түсу деген сөз. Қасиетті Құрбан айт мерекесіне арналған айт намазын оқу үшін Талдықорған қаласының тұрғындары орталық иман мешітіне жиналды. Қарилар даярлау орталығының шәкірттері таң намазынан соң қасиетті Құранның аяттарын оқумен мерекелік бағдарламаны бастап кетті. Биылғы Құрбан айт намазын Талдықорған мешіттерінің жамағаттары иман мешітінің кең ауласында оқыды. Бүкіл Талдықорған қаласы бойынша Құрбан айт намазы тек қана бір орында орталық иман мешітінде оқылды. Бұл да болса пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның сүннетіне өте бір сәйкес болған ғибратты бір іс болды деп ойлаймыз. Баршаларыңызды бүгінгі Құрбан айт мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Алла тағала әрбір отбасына тек қана амандық, жақсылық, ізгілікті нәсіп етсін. Лайым тәуелсіздігіміз баянды болып, қияметке дейін жалғасқан, өсіріп отқан ұл-қыздарымыз саналы, салихалы, тақуалы болуды Алла тағала жазып, келесі Құрбан айт мерекелеріне аман есен жетуімізді Алла жазсын. Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының Талдықорған өңірі бойынша өкіл имамы Ардақ Нүсіпханұлының бұл бастамасын бір ауыздан қолдаған Талдықорған тұрғындары иісі мұсылманның бірлігі нығая түсуін тілеп, осы бастама жыл сайынғы үрдіске айналуын сұрады. Айт намазына Талдықорған қаласының әкімі, дін істері басқармасының басшысы, облыс әкімдігінің бөлім басшылары да қатысты. Мешіт алаңына лық толған жамағат Алладан береке, елімізге ынтымақ бірлік сұрады. Қадірлі жамағат, құрметті талдықорғандықтар, бүгінгі Құрбан айт мерекесі құтты болсын. Тілеген тілектеріңіз, ниеттеріңізді Алла тағала нәсіп етсін. Мінездеріңізді сабырлы қылып, әр алға қойған мақсат тілектеріңізді, ізгі амалдарыңызды Алла тағала берекелі қылсын, қадамдарыңызды құтты қылсын. Алладан не тілесек тілегіміз Алла нәсіп етсін. Құрбан айт мерекесі құтты болсын ағайын. Hammani Qurban bayrami bilan tabriklaymiz. Alloh taolo hammaga uzoq umr, baxt-saodat bersin, oilasi bilan tinchlik, xotirjamlik bo'lsin. Айттық бағдарлама мешіт алаңынан басталған жетісу желі аяғы ұзақ қашықтыққа жүгіру марафоны, спорттық ойындар, қасапшылар жарысы сынды шаралармен жалғасын тапты. Жүлделі орындарға ие болған азаматтарға ақшалай және заттай сыйлықтар берілді. Құрбан айт тазалықты, ізгілікті, адалдық пен терең сенімді ұлықтайтын мереке. Бұл күні мұқтаждың мұңы ескеріліп, арадағы араздық жойылады. Ұлтымыз ұлық тұтар мейрам, Құрбан айт құтты болсын ағайын.